бүгін сіздің блогымды бастаймын. Сіздердің көптеген қалауларыңыз бойынша Астана медицина университеті туралы айтатын боламын. Егер қызық болса, онда видеомызды бастаймыз. Астана медицина университеті қазір біз екінші корпусындамыз. Бізде осы университетте екі корпус бар. Біреуі главка деп аталады, Бейбітшілік көшесінде, екіншісі осында Сарыарқада. Сарыарқа көшесінде орналасқан корпустың 8-ші қабатынан түсірілген көрініс. Бұл корпуста бізде көбінесе анатомия, қазақ тілі, орыс тілі, психология секілді сабақтарымыз өтеді. Біз қазір шет тілі кафедрасындамыз. Мұнда бізде ағылшын тілі және латын тілі өтеді. Университетімізде әр сабақ 50 минут болады. Қарап тұрғаныңыздай, шет тілі сабағы өте қызықты өтеді. Ағылшын тілінде грамматикаға байланысты жаттығулар жасап, фильмдер көреміз. Ал бұл барлығымыз жақсы көретін анатомия кафедрасы. Осы корпуста сабағымыз бітті, енді екінші корпус бейбітшілікке барамыз. Бұл біздің университеттің сыртынан көрінісі 8 қабаттан тұрады. Міне Астана медицина университеті. Енді екінші корпусқа барамыз. Бас корпуста бізде көбінесе информатика, экология, политология секілді сабақтарымыз өтеді. Міне бізде бас корпусқа келіп жеттік. Бірінші қабатта бізде буфет, асхана орналасқан. Студенттердің бос уақытында отырып демалуларына арналған орындар да өте көп. Бұл университетіміздің холлы. Мұнда бос уақыттарыңызда уақытыңызды өткізіп, сабақ оқып үлгермей жатсаңыздар және демалуға арналған орындар өте көп. Бұл біздің асханамыз. Бұл университетіміздің кітапханасы. Кітаптарды көздеріңізге алып, бос уақыттарыңызда осында оқып демалып, кітапханаға келуіңізге болады. Достар, ал енді біз қазір менде лекция басталады. Қазақстан тарихы және философия кафедрасына барамыз. Сіздерге онымен болса лекциямыздың қалай өтетінін барлығын түсіремін. Жүріңіздер. Справа основные противоречия системы общества природы. Противоречия между бесконечными возможностями развития общества. Outer space, I want you to be my friend. We'll make it to the world ends. Show me to a higher place. Қазір лекция болып жатыр. Қазір қоңырауым уақыт берді. Біраз уақыт демалып. Лекциямыз экологиядан. Мен жайлап сөйлеп отырмын, себебі мұғалім болғаныз жатып отыр. Міне менің группам бұл жерде екі группа стоматология факультетіне. Сондықтан біз азбыз. Абылай, міне аудиториямыз осында. Шаршадық әрине. Осында бізде аудиториямызда лекцияларымыз өтеді. Егер универде байқасаңыздар, барлық студенттер ақ халатпен жүреді. Яғни бұл университетте міндетті түрде халатты киіп жүру керек. Ақ халатпен өзіме негізі ұнайды. Бір жағынан өзімді болашақ дәрігер ретінде сезінесің. Сондықтан бір жақсы жерлері бар.
Достар, бүгінгі медицина университетінен бір күн атты видеом соңына жетті. Егер сіздерге қызық болса, лайк басып, төменде комментарияда тағы да медицина университетінен қандай сұрақтарыңыз болса қоюларыңызға болады. Келесі видеомда жауап беруге тырысамын. Сіздермен бірге болған Айжан, көңілді күндерде кездескенше. Сау болыңыздар.